Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Көңіл күйіміз жақсы ма? Көңіл күйіміз жақсы болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Қазір бізде жаратылыстану пәні, ал бүгінгі тақырыбымыз су қалай ластанады. Сабағымыздың мақсаты судың ластану көздерін анықтау, алынған нәтижені білім алушы таңдаған формада ұсыну. Балалар, сендер бүгінгі сабақта ауаның ластану жолдарын анықтайсыңдар. Ауаны тазарту шараларын білесіңдер. Ауаны тазартудың тірі ағзалар үшін маңызын түсінесіңдер. Экологиялық суреттер көрмесі. Балалар, Негеш пен Эврика экологиялық сурет көрмесіне фотосуреттер дайындады. Олардың әр қайсысына қандай ат қояр едің? Неліктен? Бұл суреттер ауыл өмірі мен қала тіршілігі туралы не айта алады? Қане балалар, ойланып, осы сұрақтарға жауап берейік. Топтастыр. Көрмеде суреттерді белгілі бір тақырып бойынша орналасатынын білесің бе? Ал мына суреттерді қалай топтастыруға болады? Неліктен? Ауаның ластануына нелер әсер етеді? Сұрақтарға жауап бере отырып, осы фотосуреттерді топтастырыңдар. Фотосуреттерде ауаны таза сақтауға бағытталған шаралар бейнеленген. Ауаның ластануын азайту үшін тағы не істеу керек? Өз іс-әрекетіңнің жоспарын құр. Балалар, ауаның ластануына негізінен адамның іс-әрекеті ерекше әсер етеді. Ірі қалаларда өнеркәсіп орындарынан шыққан шаң тозаңнан тұмша түзіледі. Ұшақтар мен зымырандар аспанға көтерілгенде және қонған кезде зиянды зат көп бөлінеді. Қаладағы мыңдаған көлік шығаратын түтін мен газ, шаң тозаң да ауаға тарайды. Тұрмыстық қалдықтар да шіріп, ауаға зиянды заттар бөледі. Табиғи құбылыстар да ауаны ластайды. Мысалы, жанартаудың атқылауынан пайда болған күл мен шаң тозаң, найзағай мен аптап ыстықтан тұтанған өрттің түтіні ауаға араласады. Ауаны ластанудан сақтау үшін өнеркәсіп орындарын жылыту жүйесін қаладан не ауылдан алысырақ салады. Олардан бөлінетін улы газ бен зиянды затты сүзетін тазартқыш орнатады. Сондай-ақ қазіргі электрмен жүретін көлік жасау қолға алынып жатыр. Өсімдік жапырағы шаң тозаңды, түтін мен зиянды газды ұстап қалатын жақсы сүзгі. Сондықтан орман отырғызады. Елді мекендерде жылына 2 рет көктем мен күзде көгалдандыру жұмысын жүргізіледі. Тапсырма. Зертте, өз туған өлкеңде ауа қалай ластанады? Осы жайлы әңгімелеп беріңдер. Келесі тапсырма. Ойлан. Өз бөлмеңнің не сыныбыңның ауасы неден ластануы мүмкін? Сен білесің бе? Қалада отырғызылған ағаштар түтінді, шаң тозаңды, түрлі газды ұстап қалады. Сонымен олар шуды бәсеңдетеді, желдің екпініне тосқауыл болады. Бірақ олардың өзі де зардап шегеді. Қалада өсетін ағаштың ормандағы ағашқа қарағанда тіршілігі қысқа болады. Балалар, бүгінгі сабаққа өте белсенді қатыстыңдар. Барлықтарына рахмет, сау болыңдар.